Все, енді бүгін негізі соңға тағы бір-екі жерлерге жұмыстармен барып келемін деп ойлап едім. Себебі бала ауырғаннан кейін ешқайда шыққан жоқпын. Врачты күтіп қалдық кешке дейін. Врач келіп назначениесін жасап кетті. Сонда енді вирус деді. Уайымдамаңыздар, барлығы нормально болады деді. Сол, андай қатты уайымдағым да келіп тұрған жоқ. Енді жүрегің ауырады, конечно, но барлығы Алланың қалауымен болады, не болса да деп отырмын. Дәрілерін алып келіп қазір капляларын беріп қойдым, ұйықтап жатыр. Наконец-то. Тамағын смесін 3 қасықтан беріп жатыр, көптен бермейік деп, что құс қоймасын деп. Әйтпесе көп ішсе құс қояды, сосын айтты, типа желчь, тұршың жасау мүмкін деді, короче. Оны потом осы жазылғаннан кейін барып тақыртамыз. Сол им ойын жақтарындағы бездер ісініп тұр деді. Ол ауырғаннан да болуы мүмкін, но нужно еще проверить деді. Ал ағайындар, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Уайымдап жатқандар көп екен, сториста жоқ болып кеттің ғой, өліп қалды деген әңгімелер шығып жатыр, шынымен тірісің ба деп ше. Дәл өйстіп жазып кетті бір апам. Жақсы бәрі, уайымдамаңыздар, бәрі жақсы. Просто демалып жатыр, қазір енді жайлап сторисқа шығып видео түсіріп қазір. Әбекең бар қалада. Ой, бұл наксы түріне болып кеткен. Шаш ектірдік. Осы кісекеміз қазір қалаға видео түсіруге шықтық қазір. Кешке ма, ертең ба, бір жақсы видеолар салатын боламыз. Осылай бағдарламасындағы дәуіріміз осымен аяқталды. В общем, көп нәрсе айтқым келмейді. Самый главный, аман болсын шайтан. Мен де аман болайын. Просто сөзім жоқ. Мен ол жақта отырмайды екен. Мен ол жақта бір адамға ризамын, жүргізуші балауса ханымға ризамын. Қалғандарына сөзім жоқ. В общем, осындай достар. Дальше керек емес деп ойлаймын. Білмейміз ғой енді, кім болса да ақшасы ұрланғаннан кейін міндетті түрде жағындағы адамдардан көреді. Оған да ештеңе айта алмаймыз. Ең бастысы мен тазамын. Құдайдың алдында ақпын, өзім білем, өзім алмағанымды. Просто дәлелсіз, дәйексіз жала жабылғаннан кейін мен сол үшін шырпыр болдым. Комментарияда бәрі жазып жатыр екен, сен ғой шырпыр болып жатқан, значит сен алдың ол ақшаны деп ше. Аққа құдай жақ деген әңгіме бар, бұл мәселені бұлай қалдырмау керек, соңына дейін көру керек, кім кінәлі, соны анықтау керек. Ең бастысы мен алған жоқпын, мәселенің мән жайына бармай жатып, сен алған деп айту ол қате деп ойлаймын ағайындар.